Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Мен сіздерге 4 сұрақ қоямын. Жауап беріңіздер. Бірінші. Ұлы жібек жолы қай ғасырда пайда болған? Екінші. Бұл жолдың қандай маңызы болды? Үшінші. Ұлы жібек жолында қай мемлекеттер сауда жасаған? Төртінші. Сауда жолы не себепті Ұлы жібек жолы деп аталған? Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Мен Дүкенбай Досжанов, Жібек жолы кітабының авторымын. Сендерге сұрақ қоямын. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай қалада орналасқан? Мұсылмандар қаланы қалай атайды? Қала бұрын қалай аталған? Ахмет Яссауи кім? Ахмет Яссауи қайда туған? Оның кітабы қалай аталады? Отырарда қандай ғалым туған? Сәлем достар. Етістік сөздер қандай сұрақтарға жауап береді? Етістікте неше шақ бар? Өткен шақ, осы шақ, келер шақ жұрнақтарын ата.